Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын песочный самса жасайтын боламыз. Өте оңай, өте жеңіл рецептімен жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ұнымыз қажет. Бөлме температурасында сары майымызды ұнымызға қолымызбен жақсылап песочный қамыр болғанша осылай езіп аламыз. Бір келке етіп, сонан соң барып кішкене суымызды, сосын сметанамызды қосамыз және 2 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Осылардың барлығын қосып, жақсылап араластырамыз және тұз қосамыз. Чайна ложкамен 1 қасық қамырымызды осылай үйі қанғанша қойып қоямыз. Оған дейін фаршымызды дайындаймыз салмасына. Біз пиязымызды, фаршымызды, қара бұрыш, тұзымызды барлығын қосып жақсылап араластырып, осылай дайындап қоямыз. Қамырымыз демалған соң алып, осылай бөліктерге бөліп, 4 немесе 5 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Осылай бір ширатып жіберіп, домалақтап, самсаның формасын осылай жайып аламыз. Салмамызды ортасына салып, мен сіздерге қазір осы жерде 4 түрлі бүгудің түрін көрсетемін. Осылай жасап, әдемі самса пісірсеңіздер болады. Мінекей жан-жағын осылай бір тегістеп алып, осы өру тәсіліменен өріп шығамын. Мінекей осы өрісті көп қыздар жасай алмаймыз деп жатады. Маған инстаграмда жазып, ешқандай қиындығы жоқ. Тек қолымыздың икемі болса болды. Қамырды қатты басып, қайтадан ішке қарай қайырып, қатты бассаңыз болды. Өте оңай жасалу, және дастарханға именно осы әдіспен жасасаңыздар, өте әдемі көрнекі көрінетін болады. Мінекей осылай дайын болды. Негізінде өздеріңіз қалай жасағанды ұнатасыздар, солай жасай берсеңіздер болады. Енді тағы бір түрін, ол да өру арқылы жасалады. Ішке қарай қамырды кезек-кезек, екі бетін кезек-кезек жабыстырып отырып, осылай өріп шығамыз. Бұл да өте әдемі көрінеді. Жинақы кішкене болып шығады. Мінекей. Ал келесі бізде үнемі өзіміз стандарт пайдаланатын 3 бұрышты самсамыз тез қолды ұстамайды. Мінекей осылай бетіне жұмыртқамыздың сарысını жағып, бетіне мак болмаса күнжіт сепсеңіздер болады. Осылай мен күнжіт жағып шықтым. Пештеріңізге 180 градуста пісіріп алыңыздар, 10-15 минутта піседі. Мінекей қыздар, ас болсын баршаңызға. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Үнемі апта сайын жаңа рецептілер қабыл алып отырыңыздар.